номуру аркылуу Шинжаңга көмөктесүү негизги такырыптык көрмө кыймылы жабылды. Қатысты өлке қалалардағы Синьцзян орта мектеп класстарына биыл 10.040 жаңа оқушы қабылданды. Енді хабарымыздың толық мазмұнына дейін қойыңыздар. Автономиялы райондық партком тұрақты комитеті 8 айдың 4 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудия Чан Шаочаң мәжілісті басқарды. Мәжіліс 7 айдың 30 күні ашылған ЖКП орталық комитеті саяси бюросы мәжілісінің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің биыл 10 айда партия 20 кезекті орталық комитетінің 5 жалпы мәжілісін ашуды ұйғарды. Партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетудегі бірқанша келелі мәселені зерттеді. Бұл Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің тарихтың даму ауқымын игеріп, партия мен мемлекет дамуының жақын болашағын ашуға жетекшілік етудегі тарихи ырықтылығын толық әйгіледі. Партияға, мемлекетке, ұлтқа, халыққа, тарихқа өскелең жауапты болуды әйгіледі. Партияны жаппай қатаң басқаруды мәңгі жалғастырудың байсалдылығын, сергектігін, қайсарлығын, табандылығын әйгіледі. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкелді үйреніп дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының басталабын тиянақтандырып, партия орталық комитетінің партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілету жөніндегі стратегиялық орналастыруын терең игеріп, партияның саяси құрылысын біртұтас басшылыққа алып, партияның әр жақтағы құрылысын жаппай ілгерілетіп, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың құнды тәжірибесіне шын мәнінде ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай пайдаланып, партия құрылысында дөп келген көрнекті мәселелерді ойдағыдай оңап, ойдағыдай шешіп, Шинжаңның партияны жаппай қатаң басқаруын үздіксіз тереңдетіп, жоңқа бұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы заманданған Шинжаң құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Идеямен әрекетті партия орталық комитетінің кезектегі экономикалық жағдай жөніндегі талдау тұжырымымен және экономикалық қызмет жөніндегі шешім орналастыруларымен шын мәнінде бірлікке келтіріп, Си Цзиньпин қорымдымен қауіпсіз, орнықты қамдауды ойдағыдай игеріп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеу және кеңейтіп, шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейту керек. Көп түрлі шараны қатар атқарып, халық тұрмысын қамтамасыз етіп және жақсартып, түйінді қауымның жұмыстандыру қызметін ойдағыдай істеп, оқу-ағарту, емдеу, қоғамдық қамтамасыздандыру, қарттар мен балалар істері сияқты қоғамдық істерді күш сала дамыту керек. Экологиялық ортаны қорғау мен жасыл, төмен көміршықыл газды дамытуды сәйкесті ілгерілетіп, тақаламаған шөліс жиегін торлау жетістіктерін бекемдеу және кеңейту керек. Қауіпсіздік қалқысын шынайы бекемдеп, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтыруды қорғауды, заңмен басқаруды, ұдайландыруды үздіксіз ілгерілетіп, өндіріс қауіпсіздігі, тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін титтейде босаңсымай ойдағыдай игеру керек. Мәжіліс басшысы Си Цзиньпиннің ЖКП орталық комитетінің партия сыртындағы қайраткерлер әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттері, автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігі және партияда топтар жоқ қайраткерлер даму сенімін бекемдеп, белсене міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беріп, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын жебеуге ақыл парасаты мен күш қуатын арнау керек. Қалың мүшелер және қарым-қатынас орнатқан бұқараға идеялық саяси жетекшілікті күшейтіп, партия мен үкіметтің саясатты үгіттеу, күдік күмәннен арылту, ортақ таным үйістіру қызметін ойдағыдай істеуіне көмектесіп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруды бірге ілгерілету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Басшысы Си Цзиньпиннің ЖКП орталық комитеті саяси бюросының 27 реткі топтық үйренуінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, парткомның әскери істерді кеңесу тізімін тиянақтандырып, мемлекет қорғанысы мен армия құрылысын бар күшпен қолдап, Шинжаңда тұратын әскери бөлімдердің шекараны нығайту, қорғанысты бекемдеу, Шинжаңды орнықтыру, Шинжаңды күлдендіру борышы мен міндетін атқаруына қолдау көрсетіп, армия мен жергілікті орнының сәйкесі бірлесе әрекеттері механизмін ақаусыздандырып, жалпы халықтық мемлекет қорғанысы тәрбиесін күшейтіп, мемлекет қорғанысына жұмылдыру қабілетін жоғарылатып, әскери бөлімдегі офицер әскерлердің уайымын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, мемлекет қорғанысы мен армияны осы замандандыруды жоғары сапамен ілгерілетуге, армия құрылған 100 жылғы күресін сынасын уағында жүзеге асыруға Шинжаң үлесін қосу керек. Мәжіліс автономиялы районның түйінді кәсіп тізбегінің жоғары сапалы даму қызметін ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, түйінді кәсіп салаларының дамуын ішкерлей жоспарлап ілгерілетіп, өлке дәрежелі басшылардың тізбек бастығы тізімі сияқты қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландыру керек. Тізбектегі негізгі кәсіпорындарды жетілдіру, сапалы нысандарды жетектеу.
Тізбекті толықтау, ұзарту арқылы саудагер шақыру сияқты түйінді міндеттерді күш саламық дегеріп, бір топ келелі кәсіп нысандарының тиянақтанып атқарылуын ден қоя жоспарлап ілгерілетіп, кәсіп тізбегін ұзартуға, құн тізбегін жоғарылатуға, жұмыстануға жетекшілік ету қабілетін күшейтуге күш салып, ерекше абзалдылыққа ие осы заманнаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай терек болу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты. Алдыңғы жарым жылда Шинжаңның жоғары технологиялы кәсіптеріне қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 2,3% артып, қаржы қосу көлемі орнықты кеңейді. Мұның ішінде жоғары технологиялы қызмет өтеу кәсібінің арту жағдайы көрнекті болып, қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 8,8% артып, жалпы қызмет өтеу кәсібіне қосылған қаржының 9,4%-ын ұстап, қаржы қосудың арту қарқыны салыстырмасы бірдей жоғарылады. Қаржы қосу құрылымынан қарағанда цифрлы информациялық қызмет өтеу, есептеу қуаты сәйкесті қызмет өтеу, зерделі жабдық технологиялық қызмет өтеу сияқты жаңадан гүлденген салаларға қаржы қосу үлесі көрнекті болған. Бұл Шинжаңдағы тұңғыш Құлтемір 9 ас дүкені Үрімжі экономикалық технологиялық ашу районы Тутынқы районына орналасқан. 8 айдың соңында ресми іске қосылады. Батыс солтүстіктегі озық, Шинжаңдағы дербес зерделі Құлтемір ИАИ мен ұштасқан зерделі сезіну қызмет өтеу орталық ретінде бұларға көрмеге қойып көрсету, зерттеп үйрену, мәдениет саяхат, ғылым жалпыластыру, тарату, күріс, күштеу сияқты 8 үлкен бөлікті қамтиды. Қазір сезіну орталығынан 10 түрден астам ұқсамаған түрдегі 20 неше Құлтемірді көруге болады. Бұдан сырт өнеркәсіптік аралап тексеру, мәдениет көңіл ашу, мәдениет, спорт қимылы сияқты 4 түрлі көріністегі 10 неше түрлі Құлтемір итті қамтыды. Орталық құрылғаннан кейін Құлтемір көрмесі зерттеп үйрену және қолданылмалы ашу қызметін өрістетіп, өнеркәсіптік шарлау тексеру, ауыл шаруашылық өндірісі, отбасылық қызмет өтеу, мәдениет саяхат жетекші сияқты жергілікті орынның кәсіп қажетін түйінді түрде ұштастырып, Құлтемірдің орналастыруға болатын өндіріс қуатына айналуын ілгерілетіп, Құлтемір ән биін тамашалаудан Құлтемір жұмыс істеуін жүзеге асырады. Құлтемір 9 ас дүкені қамдайтын қызмет өтеу мыналарды қамтиды: көрмелеу, сезіну, тұтас машинаны сату, жабдықтарды майға беру, көріністі белгілеу, сатылғаннан кейін жөндеу, күтімдеу, ғылым жалпыластыру, зерттеп үйрену, ғылым технология жасампаздығы дарындылары, ақыл парасат тізбегімен қамдау, әйгілі маркаға күш істеу, Құлтемірдің жеке машина үлгісінен сахнада көрсетуге топ-тобымен тапсыруға көлемдендіріп қолдануға қарай бет алуын ілгерілетті. Қолданылмалы үлгі төтенше көп негізді Тянь-Шань бұл базасына іргетептік бақшы районы өте күшті есептеу қуатымен қамдау қабілетіне ие. Біздің екінші рет ашуымызды, санды мәліметтерді жинауымызды есептеу қуатымен қамдайды. Есептеу қуаты кәсібінің жебеуінде Шинжаңның зерделі Құлтемірді зерттеп ашу, айналымды қорғау, жабдықтарды сәйкестіру, көріністерді тиянақтандыру сияқты жоғары технологиялы қызмет өтеу кәсібіне қосылған қаржы орнық тартып, зерделі жасау, парасатты кен, парасатты ауыл шаруашылығы сияқты ортада жедел тиянақтанып, ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын шоғырлы орналасуға баурап, зерделі жасауға қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, кәсіп күйін байытты. Алдыңғы жарым жылда бүкіл районның информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 12,6% жоғарылап, экономиканың артуын 0,3% пойнт жебеп, Шинжаңның нақты экономикасының тоғыспалы дамуына, экономиканың жаңа қозғалтқышын жетілдіруге берік негіз қалады. Қорғамалы бажы жаңа кәсіп күйін жетілдіруге, бақылау басқару қызмет өтеуін тиянақтандыруда жаңалық ашуға сүйеніп, биыл алдыңғы жарым жылда Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажы аумағының импорт-экспорт сауда құны 13 миллиард 10 миллион юан болып, оның ішінде импорт сауда құны 10 миллиард 690 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 22,4% артты. Бұл Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажы аумағына іргетепен Шинжаң Темашин кен шаруашылығы шекті серіктестігінің зауыт районы. Импорт етілген тазартып сұрыпталған мыс осарада сұрыптау, араластыру сияқты жүйелі бажы аралас кенін түйінде сынақ ететін кәсіпорын ретінде саясатының пайдасымен кеденнің дәлме-дәл қызмет өтеуіне сүйеніп, импорт көлемін үздіксіз жоғарылатты. Қорғамалы бажы аралас кен кәсібі шетелдегі аралас кен буындарын ел ішінде периодын қысқартты. Алдыңғы жарым жылда серіктестігіміз мезгілдегіден 25,6% артты. Шинжаң бойынша тұңғыш кешенді қорғамалы бажы аумағы ретінде қазір Алатау сағасы кешенді қорғамалы бажы аумағының зат айналымы, бөлу, тарату, өңдеу саудасы сияқты кәсіп күйлері көп түйінде жүргізіліп, сыртқы сауданың орнықты кеңеюін жебеді. Кеденнен өтуді қолайландыру шараларының дәрежесін жоғарылатып, молынан өндірілетін тауарларды темір жолмен енгізу өңірінде өңір порт бірлесіп әрекеттену үлгісін атқарып, кеденнен өтудің жалпы уақыт өнімділігі 30% жоғарылады. 8 айдың 4 күні таңғы сағат 2-ден 30 минут өткенде KI 887 реткі кезек ұшағы Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайына орнықты қонды. Әуежайға Қырғызстан Бишкекке барып қайтатын мерзімді халықаралық жолаушы тасымал линиясынан тағы біреу қосылды. Әуе линиясында аптасына бір кезек ұшақ ұшады. Бір бағыттағы ұшу уақыты мөлшермен 2 сағат.
Бұл серіктестігіміздің Жұңгода ашқан тұңғыш әуе линиясы. Үрімжіні таңдаудағы себеп Қырғызстан, Жұңгоның Шинжаңмен көрші. Екі жақты сауда барыс келісі өте көп. Жыл соңынан келер жылдың басына дейін біз аптасына 3 кезек тасымал қуатын арттырамыз. Үрімжі шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пунктінің санақ санды мәліметінде көрсетілуінше 8 айдың 3 күніне дейін биыл Үрімжі Тянь-Шань халықаралық әуежайы шекара өткел арқылы Жұңго мен Қырғызстанға барып қайтқан жолаушы 43 мың адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 34,6% артқан. Үрімжі Бишкек, Үрімжі Ош әр аптада барып 110 неше ретке жетіп, шекара өткелінен кіріп шығатын 7% ұстаған. Биыл жыл басынан бері Орта Азиядағы 5 елге барып қайтқандары 392 мың адам реттен асып, шекарадан кіріп шыққандар жалпы мөлшерінің 53% ұстады. Жұңгоға бағытталған өзекті авиация торабы ретінде Үрімжі Тянь-Шань торабы үздіксіз кеңейді. Қазір 18 мемлекет пен районмен тұтасатын 27 халықаралық жолаушы тасымал линиясы, 22 мемлекет пен районмен тұтасатын 36 халықаралық жүк тасымал линиялықпен торапқа қосылып, электр тарады. Айналымды қорғау ұжымы теңіз деңгейінен биік, төмен температура, күшті құмды боран сияқты нашар ортадағы қиын мәселелерді жеңіп, шу аппаратымен ұштастырылған AI кескінді парықтау, зерделі шарлау тексеруді түйінді орындармен ұштастырып, мерзім бойынша шарлау тексеру жүргізіп, шарлау тексерудің өнімділігі мен генераторларды тексеру дәлдігін жоғарылатып, жел электр генератор агрегаттарының орнықты жоғары өнімді айналымын сақтады. Жылына орта есеппен 300 миллион киловаттсағат таза электр энергиясы түгілді электр торабына жалғанып, қыс пен жаздағы электрден пайдаланудың қауырт мезгіліндегі электрмен қамдау қысымын өрімді түрде бәсеңдетті. Жылына 90 мың тонна өлшемді көмір үнемдеп, 290 мың тонна көміршқыл газын азығыстырады. Қазір ұлықшат су электр, фотовольт жел электр сынды көп энергия бірін-бірі толықтайтын таза энергия жүйесін құрды. Ұлықшат жел электр станциясының орнықты іске қосылуы автономиялы районның 3 база бір арна құрылысын ілгерілетуіне, жаңаша электр жүйесін жедел орнатуына пәрменді тірек әзірледі. Автономиялы районның базар бақылау басқару жүйесінің оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуын қолдаудағы бір қанша шарасы 2026 жылғы нұсқасы таяуда басып таратылып, ерекше егін мал шаруашылығының жағрапиялық белгісін жетілдіруді және қорғауды күшейтуді алға қойды. Районымыз жағрапиялық белгілерді жетілдіруді, қорғауды үздіксіз ілгерілетіп, ерекше маркалардың құнын ішкерлей ашып, оңтүстік Синьцзянның ауыл қыстақтарын көркейтуге пәрменді қозғаушы күш істеді. Орналастыру бойынша районымыз оңтүстік Синьцзянның жағрапиялық белгі байлығын үздіксіз кеңейтіп, өңіраттырылған өнімдерге соққы беруді жөнге салуды оңайландырып өрістетті. Ақсу алмасы 2011 жылы мемлекеттік жағрапиялық белгі өнімі болып бекітілді. Ақсу аймағында жергілікті орындағы базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері жеміс бағына барып, жағрапиялық белгі арнаулы белгісін қолдаруды арнаға түсіріп, жеміс-жидек өнімдерінің сапасын сақтады. Егінші отбасыларын, тежірет тұлғаларын Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін жүйелі пайдалануына жетектеп, меншіктеп пайдалану, сапасыздың сапалы деп өткізу сияқты құқыққа қол сұғу әрекеттеріне соққы беріп, осы алтын әріптің маңдайшылықты ойдағдай қорғаймыз. Былтыр Ақсу аймағында алма егілген жер ауданы 551 мың буға, жалпы өнім мөлшері 971 мың тоннаға жетті. Жеміс егетін диқандардың көбі қатаң өлшем бойынша жағрапиялық белгілерден ойдағдай пайдаланып, сату жолы менің пайдасының көрнекті жоғарылағанын шынайы сезінді. Бұрын марканы біртұтас басқару кемшіл болатын. Сапалы алманы да жақсы бағада сата алмайтынбыз. Ақсу алмасының жағрапиялық белгісін жүйелі пайдаланғаннан кейін базардағы танымалдығы барған сайын артты. Былтыр жеміс бағының кірісі 200 мың юаннан асты. Қызмет орналастыруын арқау еткен районымыз оңтүстік Синьцзянда 120-дан астам жағрапиялық белгіге қол жеткізуді ілгерілетіп, жағрапиялық белгіні қолданатын 20 кәсіпорынды тыңнан көбейтуді. Көрла, алмұрты, шақылық, шыланы сияқты жағрапиялық белгі өрімдерін арқау етіп, өңіраттап заң атқару, жалған өрімдерге соққы беру қимылын өрістетуді жоспарлады. Ақсу жаңғағы мемлекеттік жағрапиялық белгісін қорғау, инженериясын Ақсу алмасы мемлекеттік жағрапиялық белгісін қорғаудан үлгі көрсету районын тексеріп өткізіп алуды орындап, жағрапиялық белгілерді қорғау шараларын оңтүстік Синьцзянның ауыл қыстақтарын көркейтуге күш істеудің пәрменді тұтқасына айналдырады. Еңсар, бәкісі, ават, мүсәллесі сияқты өрімдерді сәйкестіруге жетекшілік етіп, мемлекеттің жағрапиялық белгі өрімдерін өтініш етіп, арнаулы белгілердің пайдаланылу қамтымын жоғарылатамыз. Тұтас тізбекті бақылау басқару жүйесін ақаусыздандырып, дәрежесін жоғарылату қызметін бар күшпен ойдағдай істеп, оңтүстік Синьцзян кәсібінің сапасын жоғарылатуға күш істейміз. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметінде Қызыланар Хунан Шинжаңға көмектесу Мау шипагер емдеу әтіреті қыстақтағы отбасыларын аралап, ақысыз диагноз қоюды ұдайландырып өрістетіп, әр ұлт бұқарасына мейір сыйлап, қамқорлық жеткізді. Таяуда Хунан Шинжаңға көмектесу Мау шипагер емдеу әтіреті Турпан қаласы Каушан районы Каушан мәлісі әлеуметтік аумақ денсаулық сақтау қызмет ету орталығына және көне қала жолы мәлісі Шиншын әлеуметтік аумағына барып, әлеуметтік игілік сипатты ақсыз диагноз қою, саламаттық жөнінде ақыл кеңес беру және ғылым жалпыластыру лекциясы сияқты желілес қызмет ету қимылдарын өрістетті.
Мау шипагер емдеу отрядының әлеуметтік аумаққа келіп ақысыз диагноз қою қимылын өрістеткеніне алғыс айтамыз. Есік алдында сапалы емдеу қызмет өтеуінен игіліктендік. Осындай әлеуметтік игілік сипаты ақысыз диагноз қою қимылын Мау шипагер емдеу отряды жыл бойы өрістететіндіктен көптеген бұқараның ауру жағдайы дер кезінде байқалып емделіп сауықты. Гаучан районы Шатқал ауылы Шуган қыстағандағы бастауыш мектеп оқушысы Адилла Алым игілігін көргендердің бірі. Ол кішкентайынан көз ауруына шалдығып, оң көзінің мүйіз қабығы ауыр дәрежеде зақымдалған. Көзім үнемі қызарып кетеді. Күн сәулесі түссе ерекше жайсызданамын. Кітап оқыған кезде оң көзім жайсызданады. Сол көзімді жұмып алсам, жақын жерді де анық көре алмаймын. Мен қазір саған жақын тұрмын. Бұрын анық көре алушы ма едің? Анық көре алмайтынмын. 2025 жылы 6 айда Мау шипагер емдеу отряды ауылыстаққа барып ақсыз диагноз қойған кезде Адилла Алымның ауру жағдайын байқайды. Егер дер кезінде көз мүйіз қабығын көшірмесе, соқыр болып қалу қаупі бар еді. Емдеу отряды көз аурулары бөлімі емдеу құрылымдары және мейір сыйлау күштерімен жедел бірлесіп құтқару арнасын ашты. Негізгі емдеу қаражатын әлеуметтік игілік нысаны үстін алды. Қызыланар Хунан Шинжанға көмектесу әлеуметтік игілік арнаулы қоры қалған шығымды толықтады. Көп өтпей Адилла Алым шешесінің серік болуында Шаңшыға барып, сәтті түрде операция жасатып, көру қуаты орнықты қалпына келді. Операция жасалып болып, тәкін ашқан сәтте қандай көңіл күйде болдың? Ерекше қуандым, тебірендім. Ақсыз диагноз қойған кезде егер көзіме тез арада операция жасамаса 15 жасқа жетпей, оң көзім көрмей қалатынын айтқан. Бұрын уайымдап жылайтынмын. Қазір қуанып, тебіреніп, жылап отырмын. Көп жылдан бері Хунан емдеу жағында Шинжанға көмектесуде ауыл қыстақтарды үнемі аралап диагноз қоюға табынды болып, әлеуметтік игілік қорына өңір аттаған емдеу бірлестігіне сүйеніп, күмәнді қиын ауруларды құтқару емдеу арнасын ашып, шалғай ауыл қыстақтардағы бұқараның алыс жол баспай жақын маңда сапалы емдеу байлығымен ұштасуына мүмкіндік жасады. Мау шипагер емдеу отрядын отбасыларына жеткізу Хунанның Шинжанға көмектесу қызметіндегі табандылығы бізде Мау шипагер емдеу отряды сынды осы марканың үздіксіз жалғаса беруін, жергілікті орындағы бұқараға нақты көмек көрсетуін және нақты тиімділік жеткізуін үміт етеміз. 8 айдың 3 күні 5 күнге жалғасқан 2026 жылғы Шинжаң жақсы жер бейзаттық мәдени мұра арқылы Шинжанға көмектесу негізгі тақырыптық көрме қимылы ШХЗ қаласында жабылды. Қимылда негізгі көрме аумағы би музыка топтамасы салтсана қонағасы, ғылым жасампаздығы көрмесі, үйрену оқыту сабақханасы, мәдениет жасампаздығы базары сынды алтын күн ерекше бөлік орналастырылды. Әрқайсы бөліктердің ерекшелігі айқын болып жұрттың айрықша баурады. Түнгі бейзаттық мәдени мұра арнаулы алаңы ШХЗ-ның түнгі мәдени саяхат базарын жандандырды. Қимыл кезінде мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра нысаны Юннан Жиңпо ұлтының Муңнау жыры ойын-сауық үйірмесі 10 алаң тартымды ойын қойды. Осы реткі салтанатты жиналысқа бүкіл елдегі 31 өлке, район, төте қарасты қала және Шинжаң өндіріс құрылыс бұйымтанынан 651 бейзаттық мәдени мұра нысаны, 549 бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы қатынасып, өңір аттаған мәдениет ауыс-түйіс ықпалдастық текшесін құрды. Жер-жердің ерекше тоғыспалы көрме залы өңірлік шекараны талқандап өзгеше жаңалықты әйгіледі. Бай мазмұнды бейзаттық мәдени мұра көрмесі тартымды әдебиет көркемөнер көрмелік қойылымы жер-жердің ішкерлей тоғысуын, өзара үйренуін, өзара үлгі алуын ілгерілетті. Сондай-ақ тіпті де көп адамға жоңқа мәдениетінің көп негізді, бір тұлғалы өзгеше келбетін сезіндірді. 8 айдың 4 күні 2026 жылғы лаңкестікке қарсы тұру халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Құлжа қаласында өткізілді. Мәжіліс лаңкестікке қарсы тұрудағы тың сын-сайыс, мемлекет жауапкершілігін күшейту, халықаралық біріккен күш ұйыстыру негізгі тақырыбын арқау ете отырып, ғылыми ауыс-түйіс жасап, дүние жүзінің қауіпсіздігін басқаруды тілге тиек етті. Мәжіліске қатынасқан вәкілдер әр елдің қауіпсіздік ортасымен, зерттеу жетістіктерімен және әмәлияттық тәжірибелермен ұштастырып, лаңкестіктің өсіп өрбу себебіне ішкерлей талдау жасады. Әрі лаңкестікке қарсы тұру қызметіндегі үш бұрылысты арқау етті. Арықсыз бір жақты етуден арықтылықпен сақтануға, жалаң соққы беруден жан-жақты басқаруға, бір елдің жеке төтеп беруінен халықара сәйкес селбесуге бұрылыс жасап, шабыттандыру және әмәлияттық құнға ие көптеген көзқарастарды алға қойды. 8 айдың 3 күні және 8 айдың 4 күні мәжіліске қатынасқан вәкілдер ілгерінді кейінді Үрімжіде, Іледе, экскурсияда сапарда болып, Чоңгоның Шинжаңның қоғам орнықтылығы, экономиканың артуы және мәдениетті қорғау сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын ұғысты. Бұл араны келіп көргеннен кейін батыс медиаларының бұдан бұрын Чоңгоның Шинжаңы жөнінде берген хабарларының шындыққа жанаспайтынын байқайсыз. Бұл арадан әр ұлт бұқарасының бірге үйреніп, бірге жұмыс істеп, тамаша тұрмыстан игіліктенгенін көрдім. Міне бұл нағыз Чоңгоның Шинжаңы. 8 айдың 3 күні осы
жазда Шинжаңда кездесуге бәделесу атындағы әлемдік тораптағы әйгілі блогерлердің ортақ жасампаздықпен шұғылдану, тарату қимылы Күшар қаласында басталды. Қимылды орталық радио телевизия бас станциясының Еуропа, Латын Америка өңірі тыл бағдарлама орталығы мен автономиялы районды қалу үкіметінің ақпарат кеңсесі бірлесіп өткізді. Германия, Франция, Ұлыбритания, Греция, Сербия қатарлы 11 мемлекеттен келген шетелдік блогерлері мен орталық радио телевизия бас станциясының көп тілдегі жүргізушілері ұсыныс бойынша қатынасты. Басталу салтында Күшар қаласы Күсән мұражайы тоғыспалы шынайы сезіну үлгісіндегі тамашалау көрмесі мен ықпалдасып сезінетін мұражайдың ғажайып кеші көпшілікке Күсән мәдениетін жалғастыру, жаңалық ашу барысында жалындаған өзгеше келбетін терең сезіндірді. Мәдениеті төтенше бай, мазмұнды екен. Албан түрлі ойындарды тамашаладым, қатты әсерлендім. Қимыл кезінде тораптағы әйгілі блогерлер Шинжаңның саяхатын сезінушіге, таныстырушыға айналып, үш линияға бөлініп, Ақсу аймағында ішкелдей сапарда болып, шынайы сезініп, жергілікті орынның өзгеше жаратылысты көрінісін, мәдени мұрағаттарын, гуманитарлық салт санасын және даму өміршеңдігін естелікке алады, және мұны көппен ортақтасады. 2 күнге жалғасатын 2026 жылғы автономиялы районның сыртқы экономика сауданы жоғары сапалы дамыту курсы 8 айдың 4 күні Үрімжіде ашылды. Курстың сабақ орналастыруы назарды Орта Азия және Россия базарын ашу, қамдау тізбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, өнім өлшемін халықараландыруды ұштастыру сияқты мазмұндарға шоғырландырды. Мамандарды нақты мысалдармен ұштастырып талдау жасауға ұсыныс етіп, бүкіл Шинжаңдағы аймақ облыс қалалардың сауда істерін басқарушы тараулары, мемлекет дәрежелі экономикалық ашу районы, кешенді қорғамалы баж аумағы сияқты орындардың қатысты жауаптылар мен сыртқы экономика сауда кәсіпорындарының вәкілдері 500-ден астам адамға сабақ өтті. Кәсіпорындарға анағұрлым дәлме-дәл қызмет етіп, финанс, кеден, бажы сияқты тараулармен бірлесіп сервистікті күшейтіп, кәсіпорындардың сындырылым толқуы, сауда қамалы сияқты жақтырдағы қауіп-қатерлерге өнімді төтеп беруіне көмектесіп, шекара аралық электронды сауда, базардан сатып алу, шетел қамбасы сияқты сыртқы сауданың жаңа кәсіп күйін күш сала жетілдіреміз. Таяуда 12-ші топтағы мемлекет ұйымдастырған дәрі-дәрмекті шоғырлы мөлшерлі сатып алу тізімдігіне көрсетілгендердің нәтижесі жарияланды. Шинжаң ТФ дәрі-дәрмек шекті жарна серіктестігінің дидрогестрон таблеткасы тізімге енгізілу толымдылығына ие болып, Шинжаңдағы өнімдері мемлекеттің шоғырлы мөлшерлі сатып алу, мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігіне енгізілген тұңғыш био дәрі-дәрмек кәсіпорнына айналды. Осы рет көрсетілген дидрогестрон таблеткасы туытқа әйелдер ішкі секреция саласында үнемі қолданылатын дәрі. Клиникалық қажеті зор шоғырлы мөлшерлі сатып алу қағидасы бойынша бұл дәрі көрсетілгеннен кейін 3 жылдық сатып алу мерзімі ішінде бүкіл елдегі әр дәрежелі емдеу құрылымдарын орнықты қамтайды. ТФ дәрі-дәрмек кәсібі әйелдер дәрі-дәрмегін, балалар дәрі-дәрмегін және Шинжаңның ерекше байлық дәрі-дәрмегін зерттеу ашу саласында ұзақ уақыт ішкелдей зерттеу жүргізіп, көп түрлі бөлімі ел іші базарындағы ақтаңдатып толтырды. Дидрогестрон шикізат дәрі нысаны Ланчжоу жаңа районында өндіріске қосылып айналымға түскен дәрі-дәрмек таблеткасының жылдық өндіріс қуаты 500 миллионға жетеді. Үрімжі Нанжин өндіріс базасына сүйеніп икемді орналастыра алады. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында био дәрі-дәрмек тұңғыш рет мемлекет түйінді құрған жаңа гүлденген тіректі кәсіпке енгізілді. Бүкіл Шинжаңдағы био дәрі-дәрмек кәсібінің өзекті қозғалтқышы және жаңалық ашудың биік белесі ретінде Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақала районы кәсіп нысанасын айқындап, 15-ші 5 жылдықтың соңына дейін био дәрі-дәрмек кәсібінің жалпы өнім 10 миллиард теңгеден асыруға күш салып, өзекті бәсекелік қуат күшті бір топ тіректі кәсіпорындарды жетілдіруге күш салады. Қатысты өлке қалалардағы Шинжаң орта мектеп кластарына 2026 жылы 10.040 жаңа оқушы қабылданды. 8 айдың 4 күні автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан мекемесі оқушы қабылдауды ашық ұстау күнін өткізді. Шинжаң орта мектеп кластарына қабылданған оқушылардың орташа нәтижесі қарайлас болу, аз ұлт ханзу ұлты салыстырмасы және оңтүстік солтүстік Шинжаңдағы оқушылар салыстырмасы мен қабылданған оқушылардың жалпы салыстырмасы салыстырмалы түрде бірдей болу. Мектептің ұл-қыз оқушылар жатағының сыйымдылығын бөлу принципіне тең мән беру керек. Қотан аймағы мен Санды облысындағы емтихан берген оқушылар мен ата-аналардың вәкілдері жеке-жеке жеребе тарту тәсілімен биылғы жаңа оқушылар оқитын өлке қалалар мен мектептерді белгіледі. 8 айдың 4 күні сағат 18-ден бастап емтихан берген оқушылар Шинжаң оқу-ағарту емтихан мекемесінің ресми торап бекетіне шығып, қабылдау бөліс нәтижесін тексеріп көруіне болады. Алда автономиялы район қабылдау нәтижесін ашық жариялау, жаңа оқушылардың оқу қарастылығын тіркеу, мектепке тізімдеру сияқты қызметтерді жалғастыру ойдағыдай істейді. Жаздық демалыста жер тұтыну аясын белсене кеңейтіп, мәдениет саяхат, ата-ана баласымен сейілдеу сияқты көп негізді тұтыну кәсіп күйін жетілдірді. Бұған халыққа тиімділік жасау саясатты қолдауы қосылып, жаздық демалыстағы тұтыну өміршең күшін тасқындатты.
Жаздық демалыста көптеген балалар Шимха кітап дүкеніне барып кітап оқып, кітап сатып алып, мәдениет қимылдарына қатынасты. Бүкіл Шинжандағы Шимха кітап дүкендері 4 миллион юандық кітап сатып алу қосымша қаражатын таратып, көп түрлі тиімді қимылдарды қатар өткізіп, тұтынушыларға пайда жеткізіп, мәдениет жағындағы тұтынудың артуын өрімді жебеді. Оқырмандары әрқандай кітап сатып алса 40% тиімділіктен игіліктенеді. Мерзім сайын кітап оқып, ортақтасу жиналысы, дәстүрлі баспа сияқты ерекше мәдениет қимылдарын өткізіп, жалпы халықты кітап оқудың қою ұрайын тіпті де қоюлатамыз. Үртіс жалғасқан жоғары температуралы ауа райы бала шағасымен бірге саялау саяхатын жандандырды. Қорғас ауданы Түкөй Құмдышөл суысты бақшасында Құмдышөлдің көрінісі мен суысты ойын түрлері сәйкестіріліп, ұқсамаған жастағы саяхатшылардың қажетіне үйлесіп, көптеген отбасыларын балаларын ертіп осыраға саялап келуге баурады. Күндік саяхатшы қабылдау мөлшері 2000 адам рет айналасында болды. Құмыл қаласының Шишан ауылында жергілікті орын далалық экологияға сүйеніп саялау сейіл серуені. Атаны баласымен бірге зерттеп үйренуге қатынасу сияқты көп негізді мәдени саяхат кәсіп-күйін сомдап, отбасымен саяхаттаушылардың қызу қарсы алуы да бөленді. Хабарымыздың соңында Ертіс өзен аңғарының 8 айдағы өзгеше көркем көрінісін тамашалайық. Хабар аяқтады. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Бүгін 8 айдың 4 күні сейсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 22 күні хабарымызды көруге шақырамыз. Әуелі хабардың бас мазмұндарымен танысыңыздар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын күрес нысанасы етуден жазбай, халықты өзек еткен даму идеясына табанды болып, халықтың рызқын үздіксіз арттырды. Жөңгө үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын құлшына ашайық. Бас шуди Си Цзиньпиннің жыл басынан бергі ел басқару жөніндегі естеліктер атты желес хабарда бүгін бұқара көңіл бөлген істер бір-бірлеп тыңғылықты істелді деген мазмұн беріледі. Жыл басынан бері еліміздің ірі ғылым құрылысы жаппай тездеп, жаңалық ашу жетістіктері үздіксіз жарыққа шықты. 7 айда еліміз атайнымлы кәсібінің көркею көрсеткіші үздіксіз кеңейіп, базар сұранысы анағұрлым жақсарды. Тершер жазғы демалыс кезіндегі саяхат тұтыну ортасын үздіксіз байытып, қала мен ауылдың тұтыну өміршеңдігін үздіксіз тасқындатты. Американың көп жерінде орманға кеткен өрт меңгерусі кетті. Америка ақпарат құралдары өрт апаты бірнеше аптаға созылуы мүмкін деді. Енді хабардың толығын көріңіздер.